мына бір керемет қой, бұл өнім қайдан, бұны қалай до конца неғу керек, тыңдау керек екен деп, сол кісіден результат алған жайымыз бар алғашқыда. Енді ол кісінің результатын көргеннен кейін мен бұны кішкене изучать ете бастадым. Бұл қандай өнім? Нобелевский премия Япония алған дейді 2007 жылы. Ал бұл өнімнің басты себебіне, қоспасында не бар, соның бәрін изучать еткен кезде Япония, оказывается, 50 жылдан бері научный исследовательский институт бар екен Японияда. 50 жылдан бері водородный программамен жұмыс істейді екен. Водородный программамен олар психически больнойларды емдейді екен, онкологический ауруларды емдейді екен. Сонда основной олардың тұжырымы продукциямен тыңдаған кезде, это продукция біздің тілмен айтқанда медицинада сильный антиоксидант деп айтамыз. Организмді мынау pH дейді бізде, шелшная средаменен pH орталығы деп айтылады адамның клеткасында. Сол pH орталығын реттеу мүмкіндігін осы водородный продукциямен реттеу мүмкіндігін көрсетіп жатыр да олар. И біздің медицина тілмен айтқанда антиоксидант дейді. Депрессияны снимать ету программасы екен. Депрессияны снимать ететін болса, қазір бізде основной население, основной ауру неде болып жатыр? Депрессияда. Основной программамыз бізде депрессияда. Мына панический атака деген проблема көп. Елдің бәрі на эмоцияда, неврозда, постоянно шаршауда. Себебі біз көп уақытты неге бөлеміз? Көп уақытты қазіргі уақытта только бізде программа бар, жұмысқа барамыз, отырамыз, азаннан кешке дейін телефонды тұрамыз, болмаса компьютерде отырамыз. Былайша айтқанда физически затраты, механический организм, клетка жұмыс жасамайды. Только бір программада отқан екен, бізде отток қанның қоюлануы өте жоғары. Ал енді продукцияның составындағы основной программасы біздің қанды антикоагуляция дейді, қанды сұйылтуға арналған. Если бұл продукцияның расында да коагуляциясы жақсы жұмыс жасайтын болса, онда водород клеткаға өте жылдам барады. Сол үшін бұны ішкен кезде обязательно біздің асқазанымызда тамақ болу керек. Бәріміз білетін, асқазанымызда тамақ жеген кезде сөл бөлінеді. Біз оны соляная кислота дейміз. Мынау H-хлор дейміз ғой, азот қышқылы. Сол соляная кислотаның арқасында, асқазанның сөл бөлуінің арқасында бұл реакцияға түседі. Осы тұрғанда бұда ешқандай да водород қоспасында кислород жоқ, бұл только асқазанның соляная кислотасымен реакцияға түскенде ғана кәдімгі перекс ұқсап көпіреді, сол көпірген перекс біздің иондалған суға айналады. Это ионизированная вода, былайша айтқан кезде. Сол судың арқасында бұл организмде реакцияға түсу арқылы қанымыздағы бірінші беретін процесс асқазанның сөл бөлуін реттейді. Асқазан сөл бөлу реттелетін болса, бізде негізгі программа любой болезнь біздің бірінші очередте осы соляная кислотаның бұзылуынан болады. Мынау нервный желудок дейміз, невроз болып, постоянно напряженный отырып тамақ жеу, постоянно эмоцияға беріліп тамақ жеу, сосын режим дұрыс ұстамау, уақытылы тамақ жемеу деген нәрсенің бар. Сосын қазіргі жеп жатқан тамақтың көбісінде концентрат көп. ГМО дейміз ғой біз. Сол концентрат біздің асқазанның сөл бөлу жұмысын бұзады. Сосын жаңа айтып жатқан қозғалыс болмаған екен біздің организмізде асқазан сөл бөлуінің бұзылуынан бізде бірінші очередте страдать ететін бұл системамызда гормон бұзылады. Гормон на эмоциях деп айтамыз. Постоянно агрессияға жеген тамағымыздан ешқандай былайша айтқанда удовольствие алмаймыз. Неге? Потому что біздің асқазанға түскен продукциямыз асқазан сөл бөлуінің бұзылуынан асқазанның керек ферменттерінің азайып кетуі, төмендеуі болады. Если ол төмендеп кететін болса, бізде былайша айтқанда асқазан бір өзінде 11 түрлі ауру болады. Мынау соляная кислотаның төмендеп кетуі дейміз, болмаса қышқылдықтың немеде состояние, болмаса повышенная кислотность дейміз, оның катаральный форма гастрит дейміз, атрофический форма гастрит дейміз, гиперактивный форматы гастрит. Бір сөзін айтқанда бізде асқазанда үлкен проблема. Бәріміздің асқазанымызда 11-12 түрлі ауру пайда болады. Біз білетініміз көбісінің гастрит, бірақ қандай түр екенін білмейміз да, соған көңіл бөлмейміз. Ал былайша айтқан кезде гастритті тамақ жеп,
болмасам тамақ жемеу, болмасам дұрыс тамақтанбау деген нәрседен ғана бұзылмайды. Гастриттің основной проблемасы біздің неврозда, нервте, жүйкенің шаршап отырып, эмоцияға беріліп отырып тамақ жеуінен болады. Каждый клетка информированный дейміз ғой, біз программаны өзіміз информация арқылы өзгертіп отырамыз өзіміздегі. Если біздің асқазанымызда сөл бөліміз дұрыс бөлінетін болса, бірінші очередте сол соляный кислотаның бөліп атқан ферменттерінің асқазанның қызметінің дұрысталуынан бізде қуанатын основной гормонымыз бірінші очередте. Мынау тамақ жеген кезде расслабление болады ғой, кішкене тойған клетка уже кішкене бодрый болып, көңіл күйіміз көтеріліп, эмоция дұрысталып жатамыз. Основной ішкен кезде тамақтың сөл бөлінуінің арқасында бізде бірінші тамақ, мынау тимусный железа дейміз, ол барынша щитовидканың астында жатыр, жоғары жақта. Щитовидный железа бұл эндокринный система, былайша айтқанда самый дирижерный программа дейміз. Біздің организміздегі болып атқан системаның барлығын 12 системаға дирижерный программа жүргізеді. Ол біздің 19 безімізді басқаратын программа, щитовидный железа деп айтылады. Сол щитовидный железа ближе қақта жатыр. Основной мидың қыртысында орналасқан, мидың жоғары жағында орналасқан, біздің орталық миымыздағы гипофизге жақын жатыр. Көрдіңіздер ма? Сол үшін бұның основной, мен барлығын айтам, бұл продукттың ең басты құдіреті антидепрессант. Антидепрессивный продукция. Бірінші очередте ұйқыны тыныштандырады. Система бізде основной нарушение болып атқан қазір гипоксия мозг, мида, бәрімізде. Миға қан айналымы дұрыс келмегеннен кейін біздің организмімізде болып атқан функция нарушение органдардың системада сбой болып атқан программаны біз контроль жасай алмай қаламыз кейде. Даже осыны ішіп атқан адамдардың өзі мынаның керемет болып жатқаны сезіне алмай қалған адамдар бар. Ол не? Біріншіден дұрыс ұйықтайсыздар, ұйқы тынышталады. Расында да бұның беретін бірінші программасы миға кислород береді. Ең қуанатынымыз осы өнімнің қоспасында қосымша нелер бар, өнімдер бар. Ол біздің магнезий. Бәріміз білеміз, магнезий не үшін керек бізге? Магнезийдің басты құдіреті ол антикоагуляция, былайша айтқанда қандағы тромбты құрту мүмкіндігі бар. Тревожный состояние, стенокардия дейміз, артмия дейміз, давление дейміз, на нервной почве болатын давленияларды әсіресе магнезиймен біз успокаивать етеміз. А ол не істейді? Қанды сұйылтады магнезий. Магнезий қанды сұйылтып қана қоя салмайды, успокаивать етеді, тонусты расслаблениеге береді. Еще ең кереметі магнезий очищает сосудтарды. Неден? Спайка, воспаление, тромб, жаңа айтқан кист образование болып атқан клеткаларға бірінші очередте баратын водородты именно клеткаға жеткізетін біздің магнезий. Магнезий қанды сұйылтып қана қоя салмайды, тромбты убирать етіп жатыр ма? Магнезий біз тюбаж жасаймыз, желчегонный. Магнезий біздің слабительный, магнезий біздің мочегонный. Системаның барлығын программаға қосатын бірінші очередте водородты клеткаға, голодный клеткаға, водород жетіспей атқан, кислород жетпей атқан клеткаңызға бірінші проходты біз через магнезий арқылы жеткізу мүмкіндігіміз бар. Көрдіңіздер ма? Ал енді көбісінің асқазанында, жаңа тағы айтып өттім, біреуде пониженная кислотность, біреуде повышенная кислотность дейміз асқазанда. Оған ешқандай да кедергі болмайды мына продукцияның. Кейбір адамдар айтады, у меня пониженная кислотность нормально дейді. Нормально, а повышенная болса да нормально, потому что қоспасында бұның алманың шырыны бар. Қосымша. А еще жүзімнің шырыны бар. Олар қосымша асқазанның сөл бөлін реттеу мүмкіндігін береді. Бұл процесс бар жоқ 90 секундта жүреді асқазанда. Көрдіңіздер ме? 90 секунд. 1 сағатта сіздерде мына процесс именно асқазанда кәдімгі перекіс құсап реакцияға түседі. Көпіршік пайда болады. Ол көпіршік жаңа айтқан через магнезий проникает қайқа бірінші мозг, кислород, қан тамырларымыз қай жерде голодный клетка, қай жерге кислород дұрыс бармайды. Мидағы даже киста болсын, сосудтағы, почкадағы киста болсын, кишечниктегі воспалениелеріңіз болсын, қандай кедергі болып жатыр сосудтарды барлығын через магнезий біз тазалау мүмкіндігіміз бар. Еще водород, кислородты жеткізу мүмкіндігіміз бар. А водород клеткаға уақытылы жететін болса, ең кереметі водород ертерек жеткізу үшін қоспасында не бар? Магний малат бар. Бізде магнийдің
15-16 түрі бар деп айтады да. Ал магний, малат бұл жүректің тамағы. Малат форматындағы продукция молекуласы судың қаншалықты өте маленький дейміз ғой, төмен болса, проникающий действиясы жылдам болатын болса, именно қоспасындағы малат та өзімен как магнит притягивает водородтарды өзіне өте жылдам алып кіреді екен. Бірақ магнийдің ең кереметті бұл бұлшықеттің тамағы. Бізде основной система через мышечный, именно бұлшықеттер арқылы проникать етеді клеткамызға. Сол үшін магнийді как питание деп айтамыз бұл жерде. Магний кірген клеткаға енді бұның ішіндегі ең керемет қоспасы болып жатқан система қайда барды? Бірінші очередте депрессияны снимать етуге барды. Депрессия, основной мышление программасы, мынау расслабление болды ма, кишечное очищение болып бастайды уже, потому что система іске через мозг подключать етіледі. Бұның ең кереметі де содан. Мен балдарға берем, для детей тоже берем бұл продукцияны. Для детей быстро болады бізге қарағанда. Оларда аса мынау системасында организмде әлі устойчивый тұрақты иммунитет жоқ. Оларда әлі сұйықтық клетканың сыртында. А бізде жидкость, межклеточный пространствоның бәрі, сұйықтықтың бәрі уже клетканың ішіне кіріп алған. Сол үшін біздің основной программамызды емдеу үшін бұған ұзақ уақыт керек болады. Өте ұзақ ішуге әрекет жасауымыз керек. Ал балдарда өте тез болады бұл системалға. Сол үшін кімде мидың основной программасы іске қосылатын болса, жаңа айтып жатқан депрессиядан шығатын болса, клеткаларыңыз, онда ең қуанатынымыз межклеточный пространствоның арасындағы сұйықтық тазаланады бірінші очередте. Адамның денесіндегі сұйықтық жидкость через осы водород арқылы тазалайтын болсақ, бірінші бізге кедергі болып жатқан не? Қанды қоюландырып жатқан біздің кислотамыз, pH-ымыз. Если кислота қанымызда сұйылтатын болсақ, онда біздің организмізде қышқылды орта төмендейді. Бізде ең жоғары кислота болу керек асқазан жықытымызда, сосын тоғышекте болу керек. Басқа системамызға біздің кислота бармау керек. pH басқа жерде организмде ол барынша төмен состояниеде болу керек. Если ол жақтан қышқылдық төмендейтін болса, онда біздің организмізде сілтілі орта көтеріледі. Если шелшная среда көтерілетін болса, қуана берейік. Онда бізде живая программа басталады. Живая, былайша айтқанда өлі суыңыз кетеді организмден, тірі суларыңыз жаңара бастайды, обновлять етіле бастайды программа. Если шелшная среда сіздің организміңізде көтерілетін болса, онда бізде вирус, инфекция, паразит, грибок, бактерия, иты деген программаның барлығын біз именно осы водородтың арқасында тазалау мүмкіндігіміз бар. Если олар төмендегі жаңа айтқан қышқылды орта төмендейтін болса, сілтілі орта көтерілетін болса, даже онкология клеткаларды подавлять ету мүмкіндігіміз бар. Көрдіңіздер ме, дәл қазіргі мен таң қалып атқаным, продукция онкология, противоонкологические действия өте керемет болып жатыр. Бірінші очередте онкологияны снимать ететін бізде стресс. Бірінші процесс содан басталады. Адам расслабление болғанда дұрыс ұйықтау арқылы ғана программа іске жақсы қосылады. Ұйықтаудың арқасында ғана біздің каждый органымыздан бөлінетін керек өмір сүруге керек біздің ферменттеріміз бар, гормондарымыз бар, солар жұмыс істеу керек. Бірінші очередте біздің күнделікті иммунитетіміз жақсы жұмыс істеу үшін. Дұрыс ұйықтамаған адамда ұйқысы дұрыс болмаса, шаршап тұру, азамда прямо қанша ұйықтаса да шаршап тұрып, энергиясын дұрыс, көңіл-күйін дұрыс, күні бойы шаршап жүрем, ұйықтасам, ұйқым қанбайды, болмасам, кішкене ұйықтасам, кішкене басым ауырып тұрады деген кісілер үшін продукция бірінші очередте сол мозгпен жұмыс жасайды, мименен. Енді қараңыздаршы, продукция, если біздің организмімізде окисление кететін болса, тоқшек 100% бізде основной 70% иммуноглобулин G деген форматта жұмыс істейтін біздің иммунитет көтеретін программа бұл тоқшек. Тоқшек тазаланады бірінші очередте кислотаны төмендету үшін. Тоқшек тазаланатын болса, ең кереметті тоқшек тазалану арқылы біздің бронхымыз ашылады, өкпе ашылады. Өкпеге баратын кислород жақсы барады. Слизистеларыңыз қазір көп адамда першение дейміз, кашель дейміз, не айтады ғой, прогнозы шыққандай, этиологиясы белгісіз бронхтар, жөтелдер пайда болады аяқ астынан. Оның барлығы кислотадан.
паш кислота көбейген сайын адамның жөтелі де, жаңа першене болуы да, аяқ астынан бронхысын көтеріліп кетуі де, барлығы основном слизистыйдан болады. Ол слизисті біздің тоқ шегіміз тазаланатын болса, онда біздің слизистиларымыз, мынау гайморит дейміз, мұрын тыныс алу жолындағы, тамақтың жолындағы мынау ангинаның проблемалары, бронхы, першене деп жатамыз, соның барлық жөтел дейміз, астматиктер особенно. Тоқшек тазаланған сайын олардың программасы лучше вариант, жақсы результат береді. Сосын если біздің пашымыз реттелетін болса, ең керемет желчная среда көтерілу арқылы біз нені восстановить ету программасы жүреді бізде? Печень, бауыр. Бірақ енді осы продуктыны ішіп отқан кезде мен өзімнің ішіп отқан адамдарыма айтамын. Давайте магний водородты бастадыңыздар ма? Первоначально бізде үлкен кісілердің бәріне хронический болезнь. Хроник, барлығында өздер білмейміз, өзіміз нақты қай жеріміз қалай ауырып жатқанын білмейміз біз. Бір ауырды жалғап кете береді бізде. Сол үшін бірінші очередте продукцияны первоначально біреуден бастаңыздар деймін, чтобы обострение болмау үшін. Кейбір адамдар склонный болады, склероз сосудтар давлениеге өте бейім келеді. Сол үшін мұндай адамдарға шлакты организм мұндай кислородты бермеген клеткаға бірден продукцияны по одну капсуладен бастап екеуге жаймен өту керек. Любой адамда айтамын, мен любой адамның өзінің продукцияға деген подход өзі білу керек. Индивидуальный әркімнің өзінің подход болу керек. Если сізге біреу нормально, бір аптадай көріңіз, өзіңіз тексеріп, онда дұрыс болса екінші апта уже мен сіздің капсулаңызды көтер деп айтамын. Екеуге. Но естественно, біздің каждый тамақ ішкен сайын азанда, обедте, кешке тамақ ішіп отырып, сол это норма. Бір капсуладан 3 мезгіл ішу деген бұл норма. Көп адамдарға айтам, ләжі барынша 10 күннен кейін біз Авилайн деген продукцияны подключать етіңдер деп айтам. Авилайн бізде продукция антипаразит деп айтылады. Антипаразиттің кереметі де сол. Бұның қоспасындағы чеснок, имбир, куркума барлығы направлены именно біздің организмдегі глистный инвазияға. Глистный инвазия, өздеріңіз естіп отқандай, кишечный бізде через магний водород окислениядан төмендейтін болса, олар уже организмде нейтральный энергетика, отрицательный ион пайда болған клеткалар уже выживание паразиттер болмайды. Олар наоборот уже удушье. Былайша айтқанда мына кислород олар үшін жақсы әсер болмайды. Сол үшін организмде паразиттер біз өлтірмеуіміз керек. Мүмкіндігінше паразиттер біздің организмімізде жаңа живой форматта шығатын болса, онда қуануымыз керек. Если біздің қанымызда паразиттер өлетін болса, это болезнь, кровная болезньға алып келеді, ол опасный. Белый кровь деген ауру, анемия ауру деген нәрселер, самый опасный осы паразиттер. Паразиттермен біз барынша осторожно организмде оларды өлтірмеуге әрекет жасауымыз керек. Организмен өздері шығатындай мүмкіндік жасауымыз керек. Мен қуанатыным осы уақытқа дейін бұндай антипаразитарный продукция көрген емеспін. Мынаның өзі барлық адамның ішкен кезде барлығында болатын жағдай бірінші очередте ұйқы тынышталды дейді. Мына менен екеуі керемет ұйықтатады, жүйкені тыныштандырады. Кожа успокаивать етіледі. Бұның ең кереметті водород бізде бауырды тазалап отырып, жаңа айтып отқан. Мысалы, мен айтам, бауырды тазаладыңыздар ма, уже вирус, инфекция, паразит, грибоктар тазаланып жатыр ма бауырыңыздан, қаныңыздан. Онда бірінші очередте проблема, мысалға, мына өнімді антипаразит ішкен кезде кишечный тазаланып қана қоя салмайды, женский, мужской проблемаларға күшті. Кімде женскийда проблемалар бар, цистит дейміз мысалға. Біз былай айтқанда, мен айтам бәріне, сіздер барлық осы отырғандарыңыз барлығыңыз нанды қалай жейсіздер? Мучной изделияны біз өте көп қолданамыз. Нанды біз дрожжный форматта жейміз, ешқайсымыз біз бұрынғыдай апаларымыз ашытқы дейтін болатын. Дрожжсыз пісіретін нанды. Қазіргілер бәріміз дрожжевой нан жейміз. Барамызда, аламызда жей береміз, ешқандай не жоқ. Бірақ бәріміздің опасный продукциямыз осы нан, нандағы дрожж. Дрожжевой продукциясын көп қолданған сайын бізде бәрімізде грибок бар. Грибок, қанша сіз антибиотик алыңыз, бесполезно, наоборот, питает. Именно біз грибоктарды өлтірмейміз, оменен наоборот организмді әлсіретеміз. Сол үшін бұл продукцияның қоспасында, антипаразиттің қоспасындағы дүние біздің организміміздегі мусорларды двойной тазалайды. Это двойная интоксикация организмді, двойной интоксикациядан тазалау мүмкіндігіміз бар.
антипаразит ішкен адамдардың барлығында бірінші очередте осы организмдегі неше түрлі паразиттеріміз бар. Біздің әсіресе ләмбілі оңайлықпен шықпайды. Мысалға көп адамдарда қазір инсулин проблемасы болып жатыр. Не үшін? Асқазандың ауруы бізде кейде көп адамдар асқазанның ауруына вздутие, ішім кеуіп кете береді, үлкендерге дұрыс отырмай, изжога постоянно дейтін адамдар асқазанның ферментінің тапшылығынан ауырады. Көп адам, ал если асқазанның тапшылығы, ферменттер біз дәрі көп ішетін болса, қандай дәрілер көп ішесіздер? Өздеріңіз білетін, фестал көп ішесіздер, ношпа, крион деп жатамыз. Негізінде бұл дәрілердің кері әсері инсулинге болады, ұйқы безімізге болады. Асқазанға емес, особенно ұйқы бездің, былайша айтқан кезде астрогингерганство деген асқазанның астындағы неде ұйқы безінде гормон болады. Сол гормонның бөлінуін, инсулин бөлінуін тежейтін біздің асқазанның ферменттері. Көрдіңіздер ме? Бір асқазаннан бірнеше ауру тудырып жатырмыз. Если біздің асқазанымыз сол бөлу төмендейтін болса, жаңа ұйқы безге баратын ферменттер уақытылы түспейтін болса, ол адамның былайша айтқан кезде постоянно неврозда жүреді, постоянно эмоцияға берілу, ашулану, тез қапа болу. Бұл жай болмайды, ол постепенно болған екен, внезапно кейде стресс адамның сахарға алып келетіні содан. Сол үшін мүмкіндігінше біздер жаңа айтатқан асқазанның ферменттерін замет ететін дәрілерді көп қолдана бермеңіздер. Оны ұзағына 5-6 жыл қолдансаңыздар, сіздердің асқазанның өзінің сөл бөлуі нарушение болған кезде ферменттердің тапшылығына ұшыраған асқазандарыңыз уже сахарға обязательно келеді. Сахарный диабет деген ауру содан пайда болады бізде. Ал енді қазір антипаразитті ішіп отқан адамдарға мен айтам, 90 таблетка обязательно, кейде бұны мен на килограмм вес есептеп берем адамдарыма. Себебі алғашқыда первоначально хорошо, если язва болса, асқазандарыңызда гастрит болса, до еды по одну капсулу 3 раза в день таблеткадан ішіп отырасыздар, бірақ бір партия ішіп болған екен, бір флакон біткен екен, мен айтам, бұның дозасын үлкейтіңіздер енді. Организмде глубокий, прям тереңде жатқан аурулардың барлығының основной проблемасы паразиттер болған екен. Бұның дозасын салмағына қарап, мен если килограмм 60 болса 5 таблетка, 80 килограмм болса 6 таблетка. Прям жатардың алдында 1 сағат бұрын ішіп жаттыңыздар деймін. Бәріміз білеміз, біздің яйцеклетка отложение, именно организмдегі паразиттер түнгі 2-ден кейін жұмыс істей бастайды. Олар 2-ден кейін уже ұясынан шыға бастайды. Сол үшін оларға бұл керемет тамақ болады. Организмге кері әсер бермейді, побочный действия жоқ. Единственное, кішкене ұйқы безі ауыратындар адамдар үшін аздап чеснок не беру мүмкін, а так басқа. Чесноктың өзі желчегонный, бәріміз білеміз. Еще чеснок как природный антибиотик деп жатырмыз, оның да берер пайдасы көп. Қанды керемет сұйылту мүмкіндігі бар, противоонкологический действиясы бар. Чеснок былайша айтқанда өте кең түрде қолдану мүмкіндігіміз бар. Имбирді вторая сердце деп жатамыз, оның жүрекке берер пайдасы өте көп. Қоспасындағы миятаны как антисептик деп жатамыз, уборка организмді, былайша айтқанда мен кейде оны СС деп айтамын, прям организмде бүкіл инфекцияларды, воспалениялар, даже қорытмай қалған организмдегі тастар болсын, кристалдар болсын, жиналып қалған кишечниктегі соның бәрін, почкедегі тастар болсын, киста болсын, соларға керемет жұмыс жасайды. Антипаразит ішіп болған екен, магний водородты. Обязательно антипаразиттан кейін мен гепалайн берем. Именно магний водородтан кейін. Магний водородты антипаразитпен ішіп біттіңіз ба, енді магний водородты гепалайн ішіңіз деп айтам. Гепалайнның основной қызметіне, гепалайнның қоспасындағы топинобор бар, артишок бар, бәріміз білетін соевый лецитин бар. Бұның ең кереметті гепалайн функция, уже қызметін іске қоса бастайды органдардың. Сол үшін бауыр таза емес адамның обязательно женский проблемасы болады. Бауыр таза емес адамның суставной болезнь болады. Артроз, артрит, подагра, ревматизм. Бұның барлығының основной лечениясы печенде, бауырда. Сразу жерде бізде суставтың да дәрісі бар, бірақ бұны мен бермеймін. Пока оның бауырын тазаламай, функцияске қосылмай, мен именно гепалайннан кейін, именно магний водород, гепалайн ішіп отырып, одан кейін гепалайннан кейін барып артролайд суставтың берем.
Неге? Себебі біздің бауырымыз терморегуляция, теплоотдача дейді. Бүкіл витамин, бүкіл организмге керек минералдың барлығын жақсылап біз кишечный тазалап питать етіп жатырмыз организмімізді. Онда гиполайн уже функция, қызметін, қай органға қандай тамақ бару керегін контроль жасайтын біздің основной осы гиполайнымыз бауыр. Бауыр ішкен адамдарда бірінші очередь әйел адамдардың женский ауруларына керемет, миомасы бар, кистасы барларға вообще керемет. Обязательно мастопатиясы болсын, барлығын өкпе ауруы, жүрек ауруы, әсіресе зрение. Если слабый зрение, обязательно печень надо очищать. Бауыр таза болмай, біз даже өттің, мысалы қазір магний водород қосып отырып беріп жатырмыз, чесноктан кейін өт керемет тазаланады. Тазаланған өттен кейін бауырды обязательно біз емдеуіміз керек. Уже бауыр тазаланған сайын бізде суставтарымыз жақсы жұмыс істей бастайды. Бауырдан кейін ғана біз магний водородпен бірге артролайнды береміз. Артролайнның қоспасындағы дүние бәріңіз может оқып отқан шығарсыздар, білетін де шығарсыздар, ішіп отқан боларсыздар. Ең кереметі бүйірде женьшен тамыры бар. Женьшен тамыры шындап келгенде бұның белый женьшен, красный женьшен деген тамырлар бар. Женьшен тамыры тонизировать етеді. Былайша айтқан кезде энергия, күш-қуат береді. Мужской проблема, женский проблемаларға жақсы. Ең кереметі бұл женьшеннің біздің организмімізге күш-қуат беріп отырып, мынау программа, суставной программаға жақсы ықпал етеді женьшеннің. Сосын живокость бар, живокость уплотнение, сүйектің тығыздығын қалпына келтіру мүмкіндіктеріңіз бар. Ішінде бұның калий, кальций, былайша айтқанда сүйекке қандай программа керек, соның барлығына әсіресе климакс, после менструации, менопаузы бізде проблема неде болады? Остеопороз деген ауру келеді бәрімізге. Ол суставной болезнь. Шындап келгенде бұл именно суставтардағы жаңа айтқан опорный двигательный аппаратпен жақсы жұмыс жасайды. Кімде грыжа бар, протрузия бар, артроз, артрит дейміз, ошым суставный, мынау біздің основной корсетіміз қой, осанка, мына опорный двигательный аппараттың барлығын программасына составындағы 5 повер дейді, 5 есе күшім бар деп жатыр. Қоспасындағы дүниелер именно 5 есе күш беретіндей мүмкіндігі бар. Мына өзі алғашқыда осы продукцияны естіген кезімізде бізге осының основательдері, енді бұл өнімдерді Болгарияның Химфарм заводы ғой, қазір разработка жасап жатқан. Олардың берген уәдесі де сол 4-ші дәрежелі артрозды без операция емделу мүмкіндігі бар дейді. Мынау буындардағы жидкості восстановить ету мүмкіндігі бар деп олар уәде беріп тұр. Уәдесінде болып жатыр, сонда результат бар. Қаншама апаларым, қаншама мен рентгенге түсіріп келеді, кейде қарайым коленный суставтарды, не деген нарыз кеткен, не деген восстановление тканей идет, вообще керемет енді. Айтып жеткізе алмай, мынаны кәдімгі операция жүргізеді, без химикаты, без таблетки, без обезболивающий процессіз өз обезболить етеді, өз восстановить етеді. Сосын ішіндегі маған ұнайтын еще крапива бар. Крапива бізде сүйектің мынау влажный температура деген болады сүйектің арасында. Суықтан пайда болған сол нәрсені шығару мүмкіндігі бар. Хлорела бар қоспасында, мына кристальный, жаңа айтқан біздің тұздарды ыдырату мүмкіндігіміз бар бұның қоспасындағы. Ошым өте керемет дүние маған. Артролайн өте жақсы ұнайды, өте көп адамдарда результат өте керемет беріп жатыр. Бұл продукцияның барлығы негізі БАД, биологически активный жұмыс істейтін продукциялерге жататын өнімдер. Бірақ бұлардың әсерін керемет жасап жатқан біздің водород, кислород. Мына водородтың арқасында открывает клетка мембрана дейміз ғой, клетканың аузын ашып тамақ беру арқылы ғана осы клетканың аузын ашып отырып, осы баттар туда и проникает. Осының арқасында ғана магний водородтың. Осы күнге дейін рынокта бізде бат продукция өте көп, әлі де келіп жатыр. Бірақ бәрінің қоспасында водород жоқ, кислород жоқ. Бүйірде біздің отырып тұрған основной біздің результат беріп жатқан осы өніміміз. Осы өнімнің арқасында біздер қазір мынау где-то вот ноябрь айында былтыр, ноябрь айында химбиолог профессор диагностика аппарат жасаған кезде біздің системамыз, если продукцияны 1,5 жыл ішкен адам болса, клетка 15-16 жасқа дейін жасару мүмкіндігі бар деп еді. Енді мен кейде өзім ойлаймын,
әлі де былай өзімді тексеріп не көрген жоқпын, бірақ сол ощущение бар расында да. Өзіміз ішкен сайын қанша міне қазір 1 жылдан асып кетті. Аллаға шүкір, өте керемет результаттар, лично өзімде үлкен результаттар бар. Жан-жағыма қараймын, қартайып жатқан адам көрмеймін, расында да ішкен. Апаларымның өзі қандай жасарып жатыр. Жігіттер тем более уже кәдімгі жастардың өзінде результат өте тамаша. Бұл продукция основной магний водородтың арқасында мына баттың бәрінің жұмыс істеп жатқаны. Осы продукциямен бірге бізге қосымша, мен жаңа Аманай мырза шет жағасын айтып өтті ғой сіздерге, Диабилайн деген продукция. Осы продукция қазірше рынокта жоқ, но мен өте жақсы көремін. Мен 8 ай болды бұны үзбей ішемін. Бұның маған қатты ұнайтынын айтайын. Бұның составында, бұл негізі Диабилайн диабетиктерге арналған. Бұның қоспасындағы дүние витамин топтамасы бар. Сосын ең керемет брокколи бар. Топинамбур бар бұның қоспасында. Бұл асқазанның основной, ең слабый біздің невроз болезньді успокаивать етеді. Мынау. Бұл Диабилайн еще ұйқы безіміздің проблемасына жақсы, панкреатит проблемасына жақсы. Сосын Диабилайн бізде для детей вообще таптырмайтын нәрсе. Мен сумкамда постоянно жүреді, қайда жүрсем де. Біз енді өткенде мен осы компанияның несінен біз демалуға барып келдік қой Дубайға. Сол кезде мұздай напитканы ішіп, сөйреде бізге лётпен беріп отырды да, мен де до того сөйреде прям асқазанымда мұздайдан приступ етті. Сол кезде осыны қайта сүйіп, вообще керемет результат осыдан болды. Сол үшін мына продукция и для детей вообще керемет. Для детей необходима продукция бұл. Мен қазір байқап жүрмін, менде педиатрлар бар, жұмыс істеп жатқандар реабилитационный центрда, именно ДЦП мен аутизм, дауна балдар үшін бұл таптырмайтын дүние. Бұл біздің мынау сепкен кезде тілдің астына тамырменен қарақұсқа, мажичок, именно біздің қарақұс дейміз ғой, затылық соғдағы именно неге тез барады информация, мынау арқылы. А ол мидың основной центріне информацияны жаңа восстановить ету программасын өте жылдан береді. Сол үшін бұны аутизм балдарға өте керемет бұл. Сөйлеу қабілеті нашар балдар үшін жақсы, сөйлеу қабілетіне жақсы жұмыс жасайды. ЗПР қазір көп қой задержка болып жатқан. Біздің мына өнімді мен сөйлеу қабілеті өте төмен балдарға, сөз құрай алмайды дегендер үшін осылай бірге беруге әрекет жасаймын. Стараться ете мынау кімде бар екен, осыны тауып алыңызшы деп. Сосын астматик балдарға жақсы, постоянно жөтеле беретін, иммунитеті төмен балдар үшін жақсы. Мына өнім. Диабилайн деп айтамыз ғой бұны. Просто бұл қазір рынокта жоқ, но болса тіпті жақсы. Бұны мен кейде айтам, осыны қайттан шығару мүмкіндігі болса, айтайық деп өзім осындай бір ұсыныс айтып қоям. Если тыңдап жатқан мені не болса, онда вообще керемет өнім. Сосын біздер үшін, үлкендер үшін бұл біздің организміміздегі улы белоктар болады. Сол белоктармен жақсы жұмыс істейді. А ол улы белоктар былайша айтқан кезде бізге артық салмақ береді. Артық салмақ ол сініп кету, артық мына гормондардың бұзылуына, потому что белок қой, белок біздің организмімізде пайдасы да бар, зияны да бар. Сол үшін бұл біздің организм, если бұны уақытылы күнделікті әр тамақтың алдында прямо 15-20 минут бұрын 3 рет тілдің астына себетін болсаңыздар, сіздің организміңізде улы белоктар тазаланып, полезны белоктармен восстановить ету программасы жүреді. А ол деген сөз біздің организмізде лишний салмақ болмайды. Артық салмақ үшін вообще керемет дүние. Мен қазір өзімнен соны да байқадым. Бізде одан кейінгі продукциямыз магний водород. Вот, Beautyline. Beautyline бұл кейін келген өнімдер, жақында бізге жаңадан шыққан өнімдер, уже біздің ішіп жатқандарымызда результат өте керемет. Beautyline бұның қоспасындағы ең керемет нәрсе біздің эластин. Эластин бәріңіз білетін біздің сосуд. Основной бізге керек эластин, гиалуроновый кислота бар қоспасында. Сосын бұның қоспасында коллагеннің өзі нитевидный коллаген. Мен осыны оқып отырған кезде, оказывается, бұл коллагеннің берер пайдасы біздің мынау сықырлап атқан сүйектері бар, жаңағы буындар, плечевой суставтардың ауруы дейміз. Біздің корсетіміз, былайша айтқанда, бұлшықеттің корсеті бұл.
основной питаниені через коллаген восстановить ету мүмкіндігіміз бар. Коллагенді, бірақ бұл өнімді мен айтам өзімнің нелеріме, бауырды, гепалайнды ішпей, сіздер авилайн, гепалайнды ішпей, коллаген ішпеңіздерші деп айтам. Себебі бауыр бұл продукцияны қабылдау үшін организм, бауыр жақсы таза болу керек. Через бауыр печень арқылы біздің организмізге бұның керек пайдасы өте жылдам береді. Коллагеннің ең кереметі біздің опущение матка дейміз, да, нефроптоз дейміз, босап кеткен бұлшық еттің тамағы, былайша айтқан кезде. Даже косметология жағынан өте керемет. Второй подбородок дейміз, мынау қабақтың түсіп кетуі, даже грудной немізді көтеру мүмкіндігі бар. Сосын мынау осанканы керемет мүмкіндігі бар, реттеу бұныменен. Сол үшін Beauty Line бізге қазір жаңадан келген продукция, бірақ ең кереметі бұны ішіп жүрген біздің апаларымыз қақсатады, сүйекті ауыртады деді, но результат өте керемет бұдады. Сосын одан кейінгі өніміміз біздің Happy Line. Кеше естіңіздер Happy Line туралы, сіздер естіңіздер ме? Бізде конференция болды, Гүлайым Сарымсақовна осы туралы сіздерге бір информация керемет берсінші деп едік біз ол кісіні. Бірақ Happy Line бізге, бұл біздің миымыз, былайша айтқан, миға қандай қорек керек, контроль керек, біздің невропатолог, біздің психолог, міне осы. Happy Line'ның составында бізге ең керек гинка билоба бар. Гинка билоба, давление, черепное давлениесі бар адамдар үшін таптырмайтын нәрсе. Сосын қазір мигрен ауру көп, сахина дейміз ғой, екінің бірінде кислородың голодание жүріп атқан бияқа тұрсын, психический нәрсе, неврозға қатты әсерін береді, қозғау, шаршау постоянно. Сол үшін кислород ол адамдарда жиі нехватка болады. Сол үшін гинка билоба бізде бірінші очередте мидың кислороды, миға беретін тамақ. Если водород пен гинка билобаны ішетін болсаңыздар, ми керемет демалады. Памяттарыңыз восстановить ету мүмкіндігі бар. Валерьянка бар ішінде, успокаивать ететін. Мелисия бар ішінде, хмель бар. Мына кеше сол шишковый хмельдің основной несін айтып жатыр, әсерін. Оның берер пайдасы, даже көздің көру қабілеті дейміз, функциясы, есту қабілеті дейміз. Ошым, основной центрде бізде система, қандай система жұмыс жасап тұр, соның барлығыне берер пайдасы өте көп. Бұны мен основной бірінші очередте мынау Альцгеймер, Паркинсон, склероз, атеросклероз проблемасы бар үлкен кісілер, возрастной кісілерге, сосын постоянно мынау педагогтар бар ғой, солар үшін таптырмайтын нәрсе. Сосын мектепке дайындалып атқан, сабаққа, оқуға дайындалып жүрген, постоянно мынау компьютерный системада, программада отыратын балдарға вообще таптырмайтын продукция. Өте мимен, былайша айтқан кезде, миды постоянно в здравом уме дейді ғой, миды постоянно неде астап тұратын продукциямыз біздің Happy Line. Сосын ең керемет Happy Line, бұл біздің неге керемет? Так, неді? Инсульт алғандарға жақсы. Әсіресе сөйлеу қабілеті өте төмен, бір сөзін құрай алмай жатыр дегендер үшін осылай беріңіздер. Вообще керемет береді результат. Менде қазір практикамда ішіп атқан инсульт, инфаркт алғандарға Happy Line бірінші очередте. Даже здоровый адам үшін керек. Даже өзіміздің сумкамызда жүру керек бұл продукция. Қайда бармасақ та қалтамызда жүрсек. Даже болады ғой, перемена погода дейміз, кейде самолеттен түссек те, бір жерге барсақ та, таулы районға барсақ та, кішкене, ошым сіздің қалтаңызда жүретін болса, башқан кезде нервті успокаивать ететін, біздің мынау нож па, аналгин, димедрол, успокаивать ететін, боль снимать ететін нәрселердің барлығы осының ішінде бар. Бірақ бәрі натуральный. Былайша айтқандай, ең жаңа айтқан мелисия ұмытып кеттім. Мелисия біздің депрессия, страх, стресстен шығаратын продукция. Былайша айтқанда Happy Line біздің аура, человеческий аура дейді ғой, соны защита. Былайша айтқанда адам аурасы қай уақытта әлсірейді. Біздің аурамыз, біз эмоцияға беріліп кетеміз, кейде ашуланып кетеміз, тез ренжіп қалып жатамыз, өзімізге керек емес информация, негативті көп жинап алып жатамыз миымызға. Это защита. Былайша айтқан кезде біздің көрген, третий глаз дейміз, көру қабілетіміз, есту қабілетіміз бәрін контроль жасайтын, біздің аурамызды защита жасайтын продукциямыз деп айтуға болады. Happy Line'ді. Синерджи, мен қазір Синерджи деген Синерджи Line қазір ішіп жүрмін, бұл продукцияны күнде азында 2 таблетка ішемін. Менің байқағаным осы өнімді ішкелі, менің конъюнктивный глаз дейді, ол былайша айтқанда көздің көру қабілетін дұрыстайды екен. Сосын бұның кереметі противоаллергический.
суставной болезньдерге жақсы. Сосын біздің клеткамызда дофамин, былайша айтқан кезде спортивный продукция деуге болады. Мынаның кереметі. Бұны сосын тағы байқағаным, синерджи көп тамақ жегізе бермейді. Қарныңыз постоянно бір қалыпты неде, қарныңыз аша бермейді. Сосын тағы да синерджидің тағы бір кереметі, ми демалып тұрады, басқаша көңіл күйде жүресіз. Энергияңыз вообще артық энергияны болмайтын жерде контроль, былайша айтқан кезде өз-өзіңізді керемет контроль жасау мүмкіндіктеріңіз бар. Енді продукциялар бізде бәріне бірінен бірі өткен керемет болып жатыр. Бізге Алла бұйыртса тағы продукция келе жатыр, иммунолайн деген. Сол продукция біздің қазір халқымызда көп население қазір страдать етіп жатқан нәрсе, мынау ауадағы вирус демейміз ғой бұны, енді ауадағы химикат деуге де болады. Қазір мына першение в горле, жөтеліп жүр, тұмау дейміз, грипповать етіп қаласапты дейміз, иммунитеті кішкене шаршау, эмоцияға берілу. Соның барлығының несі ослабление иммунитеттің бұзылуына келеді. Қазір Алла бұйыртса иммунолайн біздің кишечный микрофлорамызды дұрыстауға келатқан продукция. Қоспасында цинк бар екен, С витамин бар екен. Оның ең кереметі маған барынша күтіп отқаным, әсіресе мынау онкологический аурумен ауырып жүрген адамдар үшін таптырмайтын өнім. Себебі біз бәріміз антибиотик алдық. Бәріміз антибиотикпен кишечный микрофлораға дисбактериоз деген ауруға ұшырадық. Бәрімізде иммунитет нарушение беріп атқаны, тез шаршап, тез әлсіреп қалатынымызды сол микрофлорамыз дұрыс емес. Оның үстіне біз қазір халық газовыйды көп ішеді, өте көп ішеді. Газовый бұның бәрі өлі су, это мертвая вода. Кофе мертвый, чай мертвый, бәрі өлі су. Бірақ біз сонда да содан отказ бермейміз, біз шөлдесек шай ішеміз, шаршасақ кофе ішеміз, бірақ бәрі өлі су. Сол үшін біздің микрофлорамызды біз өзіміз әлсіретіп жатырмыз. Ал бізге келетін иммунолайн енді сол микрофлорамызды восстановить ету мүмкіндігі бар. Ал соңғы қазір бізге бәрімізді қуантқан ер азамат болсын, әйел азаматын болсын, бұл біздің креміміз. Бұда енді магний жоқ, бұның қоспасында водород бар, кислород бар. Бұл косметология жаңа айтқан біздің магний водород пенен коллагеніміз, бьютилайн, внутренний косметикамыз болса, бұл наружный косметикамыз. Бізде бұл продукция келгелі, бұл крем келгелі, мен өзім 8 декабрьде бізде конференция болды Астанада. Сол жердер именно осыны разработка жасаған косметологтар кішкене демонстрация жасап түсіндірген кезде 20 штуға бізде ойнатылды ғой, розыгрышқа. Сонда мен ұтып алдым осының біреуін. Енді содан бері қолданып келем, енді керемет, енді маған көбісі сырт көзге белгілі ғой, енді өзіме де ұнайды, торы бөпе бетім, енді әдемі өзім жұмсақ, керемет бетіңіз разглаживает бетті. Питание жасайды. В общем, реально айтқанда ботокстың керегі жоқ, питание укол салдыр бетті шашатудың қажеті жоқ. Сосын мынау көбісі қазір не жасатып жатады, қабақты керек емес, бәрін өз жасайды. Маған ұнағаны сол, подтяжка өз жасайды. Мынау шейный отделден бастап қолдануымыз керек. Второй подбородок убирать етіп, салбырап кеткен подбородокты көтеру мүмкіндігі бар. Қоспасындағы нәрсе өте керемет. Енді біздің косметология саласында бұл қазір қанша не болса 85% лабораторияда здесь кислород. Кислород, основной программасы бұның кислород. Мынау кожаның астындағы біздің железаларымыз кислородпенен қаныққанда біздің кожамыздағы водный процедура, водный неміздің бәрін ұстап тұру мүмкіндігіміз бар екен. Кожа даже бұның кереметі күннен де сақтайды. Салқын ауадан да сақтайды. Қыста да, жазда да бұл бізге безвредно, былайша айтқанда пайдасы болмаса зияны жоқ. Бір өзі 3 айға жеткілікті қолдануға болады. Мен қазір алғашқыда бұны сәл көптеу қолданып қойған екем, әлде де қолданып жатырмын. Тағы ары кетсе тағы 2 айға жетіп тұр енді менікі. Сол үшін бұл продукцияны қазір көп адамдардың кожасындағы угри бар, глубокий морщиндерге жақсы. Менде лобный кішкене бар тұғын морщиндар. Қыздарым айтады, мама, что-то бұрынғыдай емес, кішкене глубокий морщиндарыңыз уже кішкене азайған бұрынғыдан деп. Мынау носовой треугольниктарым бұрынға қарағанда тартылған, гусиный лапки дейміз, оларым кішкене бұрынға қарағанда жиналған. Реально айтқанда результат өзімде.
Ал енді айналамда қолданып жатқан апаларым бар, ағаларым бар, апайларым бар, жастар бар. Барлығы айтады, мынау мерекеден 150 мыңға жаңағы тазалайтын дейміз, кожа вокруг глаз дейміз, увлажнение дейміз, пәле мыңға алғанша, 150 мыңдап корейский косметика алғанша, бір өзі қазір қаншама косметиканы замент ету мүмкіндігі бар. Сол үшін бұны сіздер қолданғанда ғана керемет екен деп айтасыздар. Вот пока мен сіздерге берген информациям осы, а то таң атқанша отыра берер. Қандай сұрақтарыңыз бар? Мен түсіндірген вопростарыңыз бар ма? Барсыздар ма эфирде? Алло. Онда Аманайға берем. Жұмаділбек модератор. Жұмаділбек, сұрақ қойыңыздар, Жұмаділбек. Да, отырмыз. Модераторсың ғой сен енді, сұрақ қойыңдар деп айтып, мен жауап бере алмай қалам ғой, өнім жағынан. Сұрақ қойыңыздар. Ол бала ханымға... Өте керемет жақсы ақпарат берді. Саламатсыздар ма? Мен бір диагноз айтсам... Болады, сұраңыз. Айтып жүре аласыз ба? Я, сұраңыз. Я, диагноз менде признак дейді, признак железистой гиперплазмы эндометрии дейді. По-женскому, да? Я, женский, да. Сосын миома матки, интрапулярный узел дейді. Жанат, да, есіміңіз? Образование правого яичника. Я. Жанат, жасыңыз қаншада? 46. Аха, сізде менструация бар ма әлі, жоқ па? Бір айдан бері кровотечение. Я, сізде нарушение болады, бұндай диагноз бар адамда, ол нарушение болу несі қаупі бар да, сол үшін сұрап отырмын қазір. Сіз соңғы түскен бұл мәліметіңіз қай уақытта? Жақында түстіңіз ба? УЗИға? Осы бүгін түстім. Аха, онда бетесі. Сізге енді повтор, продукция егер ішетін болсаңыз, повтор түсу 3 ай. 3 айдан кейін повторға түсіңіз. Мазокты да 3 айдан кейін алдыртыңыз, хорошо? Сіз енді бұл жерге бұл өнімнің основной ішетініңіз магний H2 премиум. Результат бар. Менде эндометриоздан результат өте көп. Ішкен пациенттерімде өте көп. Гинекологтардың өзі таңғалып атқан жайы бар. Бұл жерде жаңа айтқандай бірінші ішетініңіз, ол былайша айтқанда адамның организмі не болып жатыр? Сізде кислотность повышенный. Қанның құрамында кислота повышенный болған кезде бактерия, вирус, паразит обязательно болады. Женскийде тем более болады. Сол үшін сізге қазір основной ішетініңіз магний, водород, авилайн, антипаразит. Мені осы екеуінен бастайсыз. Түсініңіз ғой? Ол жаңағы магний, водород, кровотечение болмайды дейтін, ол кровотечение болса да іше беру керек па? Сіз енді сонымен қалай ішетіңізді айтам. Бірінші очередте дәл қазір сіз магний, водородты біреуден ғана бастайсыз. Біреуден, түсініңіз ғой? Біреу аса қатты кровотечение бермейді. Ол системаға бара қоймайды әлі сізге. Біреуден бастайсыз, бірақ антипаразитті по одну таблетка 3 раза в день. Основной сіздің программаңыз мынаған байланысты жүреді. Мынау қосымша. Түсініңіз ғой, я? Мынаның қоспасында чеснок, имбир, куркума, жағайды атқан мята, основной женский проблемаға арналған. Вирус, инфекция, паразиттеріңізді организмге беріп атқан женскийға осының көмегі көп тиеді сізге. Осыдан бастайсыз. Мынау сізге бірінші необходимый продукция. Если сіз даже бұның біреуін ғана ішіп қоя салмайсыз, сіз бұл флаконның авилайның екеуін ішу мүмкіндігіңіз болуы мүмкін. Оны енді сіз арғар организмнің күресуіне байланысты. Жаңа түсініңіз ба? Енді мынаны... Оны ішіп атым, бір айдан бері. Мынаны ішіп атыша уже? Аха, мынаны іші. Бір айдан асып кетті. Мынаны. Магний, водородты іші. Оны кровотечение күшейіп кеткеннен кейін тоқтатып қойдым. А сіз бұны да іштіңіз, да? Іштім, я. Қанша уақыт іштіңіз? Алдында 4 пачкасын ішкем, одан кейін 6 айдан кейін
екі пачкасын іштім. Сонда Ақтөбедегі Қарлығаш ханымның айтуымен жаңа кровотечение күшейіп кетіп жатса, ішуді тоқтатыңыз деп еді ғой. Онда енді қараңыз, сізде қазір кровотечение если көбейіп кететін болса, онда сіз магний водородпенен емес, наоборот, авилайнмен гепалайн ішесіз маткаге. Міне мынау сіздің ішетініңіз қазір. Сіз гепалайн іштіңіз ба? Іштіңіз ба гепалайнды? Гепалайн ішіп жатырмын, гепалайнды. Во. Как раз Бар, осыны. ішіп жатырмын. Осыны тоқтатпайсыз осы екеуі. Осы екеуі сізге қазір необходимо керек. Бірақ сіз кровотечение кішкене басылып, бәрі нормально завать ететін болса, қайтадан мынадан тағы да ішесіз. Бірақ біреуден, только біреуден. Менде осылай ішіп жатыр. Осылай беріп жатырмын. Результат осыдан болып жатыр. Себебі гепалайн основной... Ага. Жаңа цитологияға срочно тапсыр деп жатыр да, ол обязательно, не обязательно. Ол өзіңіз үшін, оны Жанат, оны тапсырғаның зияны жоқ сізге, оны білуіңіз керек бәрі бірдей. Тапсырыңыз, тапсырып отырып, результат қалай болып жатқанын өзіңіз көре аласыз. Хорошо? Бірақ гепалайнды сіз біреу ғана мынаны тоқтатпаңыз, осы екеуі бірге жүрсін сізге. До еде гепалайн, после еде авилайнды. Гепалайн жоқ дегенде сіз 3-4 флакон жай ішесіз оған. Себебі основной противовирусный программа осы да. А паразиттерді, инфекцияларды тазалайтын біздің авилайн. Вирусный системаға мынау жақсы көмектеседі сізге. Авилайн, гепалайн біздің бауырдікі, хорошо? Хорошо, рахмет. Керемет ақпарат бердіңіз. Тағы қайсыңызда қандай сұрақ бар? Сұраңыздар, білгенмен бөлісейін. Сосын бізде бір кісінің қолы, мынандай білектен. Иә. Сол жерден сынып кеткен. Сынып кеткен да, соны артралайн ішіп жатыр қазір. Енді ана не дейді, боль дейді. Вообще қоймайды дейді. Ісігі бәрі қайтқан, бірақ боль дейді мықтықты. Енді ол кісі қолын салдырған, гипстеткен, бірақ ана шыдатпайтын боль бар дейді әлі. Енді ол қалай артралайнды ішіп жатыр екеуде. Сіз ол кісіге водородпен тағы не беріп жатсыз? Артралайнды ма? Водородтан 4-еуін ішті. Водородтан 4-еуін ішті. Авалайнды ішті. Енді артралайн ішіп жатыр. Гепалайнды ішті. Основной біздер костный программаға мен гепалайн берем. Гепалайннан кейін барып артралайн берем. Чтобы жаңа айтқандай ауру болмау үшін, қатты ауыртпау үшін. Бірақ дәл қазіргі уақытта бізге уже артралайн, бірақ артралайн обязательно обострение береді. Өте қатты обострение береді. Главный давлениесін байқаңыздар. Давлениесі нормальный болса, нормально ішіп атқаны, ол боль обязательно болады. Если давлениесі көтеріліп кетсе, уже артралайнның дозасын азайту керек. Потому что ішінде белый женьшен, ол если гипертоник болатын болса, давлениесін көтеріп жібереді. Соған абайлаңыздар. Сол үшін мен, чтобы давление көтеріліп кетпеу үшін, гепалайн берем, немен, водородпенен. Қазір тем более коллаген келді да, коллаген лучший вариант. Ол да бірақ обострение береді. В любом случае обострение болады. Хорошо, рахмет. Гүлайым Сарымсақовна, здравствуйте. О, саламатсыз, қалыңыз қалай? Үндемей отырсыз ғой сізге. Сіз кіре алмады деп мен мұнда дайындалмай осы қалай болады екен деп. Аманай аға маған кір дейді. Мен Гүлайым кіру керек деймін. Мені ойдағы жоқта ақтөбелік қонақтармен мен танысып алдым. Керемет ақпарат бердіңіз, Алла разы болсын. Тамаша, прямо өте жоғары деңгейде, медициналық терминде әдемі ақпарат бердіңіз. Рахмет, Жанат. Үлкен жетістіктермен табыстар тілеймін. Алла разы болсын. болсын. Әмин. Рахмет. Керемет ақпарат алдық. Прямо ұйып тұрып тыңдап отырып, өте керемет ақпарат алдыңыз. Бәсе, үндемей қалдыңыздар, что-то мен айтам, бәрі шығып кетті ма менің айтқанымнан еле? Жоқ, наоборот, прям деген ұйып тыңдап, прямо
конспектировать етіп бәрін жазып сөйтіп жазып үлгердім десеңізші. иә алла разы болсын Жақсы, өнім өте керемет. Енді өнімге мен шындап келгенде басым дейім. Аллахым ұзағынан болсын компанияның өмірі. Мен айтам, әлі үлгерген жоқ қанша адам, қанша бала, қанша инсульт алғандар жатыр, қаншама онкологиямен әлі скрытый болезнь, ешкім білмейді өзінің ауруын әзір адамдар. Мүмкіндігінше ішіп үлгірсінші деймін ғой. Сол үшін компаниям өмірі ұзақ болсын деп тілеймін. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Гүлайым ханым ортаға шықты. Гүлайым ханым, сіздің айтарыңыз болса, айтыңыз. Даусыңызды, микрофонды ашыңыз, Гүлайым ханым, сіз жабық тұр. Естілмей жатыр ма? Болды, естік. Кеше ақтөбелік маған Аманәлі Мырза айтқан еді, кіріңіз деді. Мен осы кіре алмай, қазір төбесіне жіберді, осы медтің несін, знагын. Сөйтіп қазір кірдім. Мен дәрігермін, осы Dandelion компаниясында Шымкент шаһарында осы дәрігерлік школаны мектеп жүргізетін дәрігермін. Өзім акушер-гинекологпын, клинический иммунолог, аллергологпын. Әйел кісілерге айтатыным, бұл өнім ішіндегі менің ең жақсы көретін өнімім, өзім мамандығыма жақын болғандықтан Happy Line жақсы көремін. Happy Line оның ішінде қарағайдың шишкасы бар, білесіздер, сосновый шишкадан алған хмель деген зат бар. Ол хмель, ол как раз сол фитоэстроген. Біздің организмімізге, әйелдерге ең керекті гормонның бірі болып саналады, эстроген гормоны ше. Көпшілік қазіргі кезде климакс қазір омоложение болып жатыр. Бұрынғы кезде 45 жастан бастап болатын болса, 40 жастан бастап болатын болса, ал қазір уже 28-30-дан бастап климакс жағдайға келіп жатыр. Етектердің тоқтауы әйел кісілерде ше, менструальный циклдың. Енді сол менструальный циклдың ауырып келетіндері бар, қыз бала кезінен бастап, жасөспірімдердің алдында подрост арасында да кездеседі, және әйелдердің де арасында кездеседі. Кейін бала көтере алмай, қаншама әйелдер жүр, мысалы ше, көтере алмайды. Оның бәрі осы эстроген гормонының, әйелдегі болатын гормонның ретсіз болуының нәтижесінде береді. Климакстық жағдайдың омоложениесі болуы. Сондықтан да осы Happy Line'ды әйелдерге, қыздарға ауырып келетін менструальный цикл бар, соларға беріңіздер. Себебі осы гормонды реттейді. Бұл еш жерде жоқ, бұның аналогы ше, бұл аналогы жоқ. Бұрын кезде, мен істеген кезінде акушер-гинеколог болып, бірінші бітіріп келді семейден. Сол кезде әйелдер келіп айтатын, осы не істесек болады деп. Біз айтатымыз, не қосылған, хмель қосылған білесіздер ғой, неде болатыны? Пивода болады. Пиво ішіңіздер деп айтады. Ал енді қазір көпшілігі неге имандылыққа өттік қой, мен оған қуаныштымын. Қазір оны ішпейміз деп сөйтеді. Ал мынаны көрген кезде мен Dandelion компаниясы меді ішінде бар екенін көргенде осы Happy Line продукциясы ішінде қатты қуанғанмын. Осы нәрсені алып ішіңіздер. Оның ішінде мелиса, валериана бар. Ол мына ұйқысыздықты, ашуланшақтықты, мысалы, дер кезінде мидың тынышталуын реттейді. Онан кейін бұның ішінде жәндегі не бар еді? Мелиса, валериана, содан кейін жәнде шишка, хмель бар. Содан кейін не бар еді? Гинка белоба. Пустырник здесь еще. Пустырник бар, пустырник дегеніміз кәдімгі сасық шөп деп айтады оны. Бозғылт сасық шөп деп айтылады. Негізі қазақшасында пустырникті ішіп, тек қана пустырниктің өзін ішіп, даже бала тапқан әйелдер болады. Бала көтере алмай жүргендер. Тоже бұны аналық шөп деп айтады екен қазақ тілінде ше аударғанда. Сол ана бола алмай жүрген қаншама әйел кісілер бар ғой, соларға да өте керемет әсер етеді. Ол тек қана әйелдер ғана емес, нелерге де, ер кісілерге де әсер етеді, бесплодияға. Қандай сұрақтарыңыз бар маған қоятын? Или бәрі кетіп қалды ма? Шаршады ма? Сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ, керемет тыңдап отырмын. Мен сіздің жекеңізге диагноз жіберсем болады ма сізге жекеңізге? Болады. Кез келген диагноздарыңызды УЗИ, МРТ, КТ, анализы, всякие вот щитовидкада болатын гормондардың барлығын жіберсеңіздер болады. Мен сіздерге көмектесемін. Кейін қандай сұрақтарыңыз бар маған қоятын ше? Тағы да қандай Beauty Line вообще керемет. Beauty Line'ды бәріңіз ішіңіздер. Beauty Line тек қана әжімді кетіру, әкемдер барлық темір, сустав бәріне әсер етеді.
оның ішінде эластин деген зат бар да, кәдімгі сіздердің шеміршектеріңізді созып, бұрынғы жас кезіңіздегідей грация, неше тело грация, бүкіл мына жердегі біздің организміміздегі органдардың сыртын шырышпененше және слизмен қаптап тұрады, білесіздер, иә? Ол бір-біріне үйкеліп кетпеуден, жақсы жұмыс істеуден, қан тамырлардың жақсы созылып, керіліп, қайта орнына келуіне, осының бәрі бетелайн жұмыс істейді. Ол өтті тазалайды, өттің сфинктерін ашады, бауырлардың жәнегі өттердің шығаруына көмектеседі, қан тамырлардың бәрін реттейді, тамырлардың бәрі созылып, жіңішкертіп, ішіндегі холестерин, бляшка бәрін тазалап, вообще организмді мына біздің Dandelion компаниясының шығарып жатқан производительдері ше өндіретін заводтағы. Енді керемет ғалымдар, мынаны тауып жатқан бар ғой, мен таң қаламын. Не деген керемет? Комплекс, организм деген тұтас бір комплекс, бір-бірінсіз өмір сүре алмайды. Алла тағала солай жаратқан. Осы мына жердегі тұрған щитовидканы оркестрдің дирижері қылатын болса, дирижер ше тура сол нәрсенің бәрін жұмыс еткізеді ғой. Реттеп, кепилайн мына жақтан реттеп жатса, мына жақтан элеутропол иммунитетті көтеріп жатады. Бақ-бақ одуванчик бар, құрамында. Ол ішектегі перистальтиканы жақсартып, ол жерде микрофлораны ше бізге керекті микрофлораның бәрін деңгейін көтереді, иммунитетті көтеріп, керемет сіздердің шарттарыңыз шығаруына. Ар жақтағы өнімдерді ішіп тазаласаңыз, бұл сіздің сыртқы жағыңызға нұрыңызды шашады ғой, көзіңізді жайнатады. Керемет, сенер жылайды айтатын болсам, мен немде лекциямда оқып өттім, осы семинарда Шымкентте болды, кеше ғана конференция болды, үлкен семинар болды. Сол кезде Алла тағала мысалы 5 уақыт намазды не үшін оқытқан адамға? Ол біздің басымыздағы мына денеміздің бәрін қан айналып, таңертеңнен бастап қай уақытта осы цикл қалай біздің мына жердегі тұрған бүкіл неміздің ашылуы чакралардың ше қалай жұмыс істеуін көрсеткен. Мысалы 5 уақыт сәждеге басын қойған кезде, намаз оқып, мына маңдайын қойған кезде, сол кезде қан құйылып, мида көзге қарай қан құйылады. Не үшін намаз оқыған адамның көзінен нұры шашып деп айтады. Сол осы синержелайның ішіндегі қоспа қосылды да, как раз сол синержелайн сол приток сетчаткаға береді. Сіз ішіп отырып, приток жасайсыз да, көзіңізге бар нұрланып, зрительный нерв нығаяды, сөйтіп қоректеніп, көздің нұры шашады. Көзіңіздің көру қабілеті неғылады, көбейеді. Оның кейін гинкобилоба, ол да жәндегі мидың қан айналымын жасартады. Кейін ОБТ тапсырып жатқан сіздердің балдарыңыз бар ғой, немерелеріңіз, балдарыңыз есте сақтау қабілетін күшті қылады. Кәдімгі оқыған нәрсесін тез жаттап алады. Айтылып жатқан нәрсені есте сақтап алады. Тапқырлық, алғырлық пайда болады балалардың. Оқушылардың қазір бәрінің щитовидкасы құрыған уже. Щитовидный железа уже кішірейіп жатыр көбісінде. Йод жетіспейді. Бұрынғы кезде арал тұзы сияқты иодированный тұз жоқ бізде қазір. Йод жетіспейді. Сондықтан да біздің ауруымыздың бәрі иммунитет төмендегені, кішкентай балалардың барлық слабый болуы содан болып жатыр. Егер де сіздің немереңіз, сіздің болашақ ұрпағыңыз басы керемет істейтін жастар шығарғыларыңыз келсе, ұрпақ шығарғыларыңыз келсе, осы компанияның бүкіл өнімін алып, бүкіл анавилайнды ішіп, қазір айтып кеткенше ол бала ханым ше, бүкіл паразиттерді жойып, токсиндерді шығарып, синержелайнды ішкен кезде көзінен нұр шашып, тапқыр болып, біздің мемлекетті басқаратын, анау постта отыратын, үлкен постта отыратын, президентский посттарда отыратын ұрпақты тәрбиелейсіздер сіздер. Мен сіздерге соны айтамын. Бұл өзі ошелачивание болған кезде организмде магний водород ішіп, ол болды, ол конфетті де жемеді, газированный сіздерден энергетикті сұрамайды. Ол өзіне керекті нәрсені өзі организм сұрап алып, таппайды. Білесіз ба? Сол нәрсеге алып кетеді. Ошелачивание, сілтілік ортаны орнына қою деген, сол ми уже басқарады. Уже сол организм жақсарған кезде, уже адам өзі автоматически соны барып алып жейді. А жемейтін нәрсені автоматически жемейді. Менің жұмысымда отырған қыздар өшен, мен жастармен істеймін да, өзім құдай қаласа мені 1 мартта мен өзімнің пенсия шығайын, 60 жасқа болды. Сол кезде қарап отырамда, бұрын энергетик бәрін шеттеді, чипси, мепси дегенін жетінеді, қазір біреу жемеді. Білайым сарымсақлы, рахмет сізге дейді. Мына магний водород ішіп, хипилайды ішіп, біз не жеу керектігін енді түсіндік деп жатыр, мама жаны. Бала туып жатқан ше, көрдіңіз ба? Сол үшін барлығыңызға осы нәрсені айтамын, оны екен тағы да айтып кететін.
у кого есть алкогольная зависимость, Вот, главный. қаншама адамдар алкогольная зависимость страдать етті. Қаншама жанұя ажасы батыр, жанұя қаншама трагедия алып жатыр, детский травматизм алып жатыр бала шағасы, соны көріп өсіп жатқан. Осыны водородты берген кездеріңізде ошелачивание болған кезде сол адамның ше, ол сенің өтіңді тазалайды, сенің ұйқы безіңді реттейді, бауырыңда цирроз болмайды деп бере беріңіздер. Сол кезде ана среда тепе-теңдікке келгенсе pH среда ше орталық болды, өзі автоматически ананың иісінен даже жиіркенеді. Не только ішу аузына, ведь апару иісінен жиіркенетін болады. Осыны айтыңыздар. Мен кеше семинарда соны айтпай кеттім. Өкінішке орай, менің қазір сіздерге айтып шығып жатыр уже мен бұл нәрсенің кереметтігіне, бұл Dandelion компаниясының өнімдеріне мен сөзім жетпейтін сияқты, мен ішінде тұр да бар нәрсе. Өзінен өзі, мысалы сіздер сияқтылар сұрақ қоятын болса, өзі шыға береді. Сандықтан сыр шашылады, дей ма, не дейді? Керемет. Сыр шашылады. Гүлайым ханым, дұрыс айтасыз, өте керемет. Мынау коллаген, Beauty Line коллагенді айтам да, вообще организмде датова программасы бір граммы, бір каплясы сыртқа шықпайды екен ғой біздің ішкен кезде. Бәрі іште қалады. Бәрі қалады екен. Оның басқа компанияларда Ешше шықпайды. коллагенді тұнған кезде эластин жоқ оларда. Міне. Ішінде аглутамин жоқ ол жерде. Эластин бұл как раз ерінің айналасындағы майда сүдіғажымдер көзінің айналасындағы мимические мышцы маңдайдағы менде мынау тұр ғой бүйтіп постоянно ой осы жұмыс лекция балаларға неге оқымайсың деп медакадемияда 38 жыл істеген оңай емес мына сол үшін түскен дәрігерлерді оқытамын деп машықтанды білесің ертең күні сенің қолыңа менің немерем түспесін сенің қолыңа менің әке шешем түспесін деп оқығаннан қалған мынау сызық ше осындайларды коллаген кәдімгі созады ғой натрифтарын бәрі жазып әжімдерін бәрі жазып мимиканы біткен кезде сол қайттан орнына резинкаңызды созасыз ғой, қайтып жерген кезде орнына келе ма, тура сондай эффект береді ғой біздің коллаген ше. Ол басқа компаниялардың біреуінде жоқ бұндай нәрсе. Біздің компанияның өндірушілері, профессорлар, гендік инженериямен істеп жатқан на молекулярном уровне, на клеточный емес, даже на молекулярном уровне істеп жатыр. Ешқандай қыздар өкінбейсіздер, алыңыздар, кремін де алыңыздар, Beauty Line де ішіңіздер, Synergy Line, Keep Line обязательно. Аяқ кісіге Keep Line керек, ол кәдімгі сіздердің витаминдеріңіз, сүйікті витаминдеріңіз болады. Ішкен кезде көресіздер, күле алмай жүресіздер ма, күле бересіздер. Сізде бақытты адам жоқ болады. Күйеуіңіз танымай қалады сізді. Қайттан ғашық болады десеңші. Мынау кім деп айтады? Мынау кім, мен танымай отырмын деп. Сізге айтты деп маған келіп, бәріңіз айтасыздар осындай. Қайттан кірген кезде вебинарға айтасыздар. Білейім сарымсақта действительно маған сондай комплимент айтып күйеуімге. Райхан ханым, микрофонды ашыңыз, Райхан апай, сіз сөйлеп жатсыз. Естілмей жатыр, микрофоныңызды қосыңыз. Микрофон Нет, еще не открыт. Аха, әлі жабық. Қосамай жатыр. Саламатсыздар ма, қайырлы кеш. Сұрақ қойсам. Иә, қойыңыз. Сабақтарыңыз өте тамаша, ұнады, еп тыңдап жатырмыз. Мен күйеуім сахар болып жүр қазір, уже 16-дан асып тұр қазір. Кеше осы 2-3 күнде не істедік, бұрын білмегенбіз ғой енді. Сосын артық салмақ бар. Енді біз оған қазір алып жатырмыз, магнийін алдық, абелайын алдық, гипалайын алдық. Сол алғанымыз дұрыс па? Қайсынан бастасақ болады? Қайсынан бастап ішуіміз керек? Қалай ішуіміз керек соны? Ұлбала ханым, сіздің... Аха, все, хорошо түсіндім. Венера, саламатсыз ба, қалыңыз қалай? Негізі 16-ға ең көтерілген 16 болып тұр ғой, Иә, ең үлкен, несі сол болып тұр. 16-да 7, 16-да 1, сондай болып тұр. Қанша уақыт болды? Енді бір 2 ай болып қалды, ол мән бермей жүрген. Алдында баста 12, 11 болып тұр еді, уже қазір 16-ға кетіп қалып тұр. Панкреатит, основной проблема ұйқы безінің панкреатиті болып тұр да, бұл жерде әлі прям сахарный диабет деп айта алмай, бұндайлар мен обычно панкреатит программасымен емдеймін бұндай кезде. Иә, дұрыс алып тұрсыз продукцияны, дұрыс алып тұрғаныңыз, бірақ қараңыз енді, сіз бастадыңыз ба емді, ішіп жүр ма? Енді алдыртып жатырмыз осы, 1-2 күнде бастаймыз. Хорошо, түсіндім. Онда сіз беретініңіз магний водородты, пока первоначально біреуден бастайыз деп айтамыз, 1-2 күн кішкене қадағалаңыз.
Сосын екеуге өтеді Енді обязательно. обедте үйде болмайды да бұл кісі, обедте болмайды, жұмыста болады. Азында таңертең ерте кетіп қалады жұмысқа. Уақытты 8-10 қойыңыз. кетіп қалады. Аха, Венера, уақытты бір уақытқа қойыңыз. Определенный программа. Организмді бар ма, воспитать етіңіздер бір уақытқа қойып та. Азанда ішпесе кешке сал деген болмайды ол. Азанғы уақытта ма, азанғы уақытта. Все, азанғы уақытта бересіз тамақтан кейін. Где-то бір аптадай біреуден беріп отыра тұрыңыз, кішкене көбейтпеңіз дозаны. Сосын уже бір аптадан кейін 2 капсулаға өтесіз обязательно азанда кешке. Магнийді, түсініп тұрсыз ғой. Ал нені гепалайнды тамақтың алдында, сол бір аптадан кейін гепалайнды қосасыз. Азанда тамақтың алдында, кешке тамақтың алдында. Ал ұйықтардың алдында 1 сағат қалғанда авилайн ішкізесіз. Пока 3 таблеткеден бересіз, где-то бір аптадай 3 таблеткадан. Кейін дозасын көбейтіңіз. Қаншада, салмақ қанша? 80 бар ма? Салмақ 100-ден асады салмақ. Все, онда 6-7 таблетка, 8 таблетка дейін беру мүмкіндігі бар. Пока 6 таблетка бересіз, антипаразит перед сном прям жатарға 1 сағат қалғанда. Сонда осы 3 продукцияменен, осы программаменен кішкене реттеп аласыз. Әрі ісік кетеді, әрі ұйқы бездің программасы дұрысталады, әрі салмақ тастау мүмкіндігі бар, іштегі ісіктер кетеді, өт жақсы ашылады, бауырдағы май басу программасы дұрысталады. Айналып келген кезде дәл қазір ол кісінің организмінен детокс жүргізуіңіз керек, сильный детокс. Сосын нені тамақты контроль жасасын, острый нельзя, газовый тем более болмайды. Ыстық суды көптеу үшін, қайнамаған ыстықтау суды көптеу беріңіз. Жұмыста жүрсе де ыстықтау су үшін. Енді ыстықтау су ішуге не жоқ, машинада жүреді ғой енді. Ничего страшно, термос деген нәрсе бар, Венера. Термос бар ғой, термос. Термосқа ыстық су құйып себебі кишечный шлакты, ұйқы бездегі панкреатитті бізде емдейтін негізі жылы су, ыстық су. Салқын су абсолютно болмайды. Хорошо? Ем болсын. Рахмет. Райхан апай, сіз микрофонды ашыңызшы, микрофонды. Сіз сөйлеп атсыз, біз еспей атырмыз. Микрофон, міне астын қараңыз да, астында тұр. Астында микрофон тұр, соны басыңыз. Бассаңыз ашылады. Сізді қаз микрофон бет жабылып тұр. О, аштыңыз. Енді сөйлеңіз. Уже который человек, я самый первый хотела задать, жена прослушала, Гуляем послушала, теперь Венера послушала. Не слышно. Самая первая была. На меня наконец-то очень дошло. Сұрай Я хотела беріңіз. спросить, у меня знакомая получила инсульт. Что нужно сейчас? Сейчас в больнице она лежит. Вчера буквально инсульт получила. На скорой забрали. Что сейчас первоначально ей надо пить? Магний, водород, первоначально, Райхан апай. Магний необходимо Магний, продукт. Иә, магний, қараңыз, смотрите, оған желательно хэппилайн лучший вариант идет, инсульт, инфаркттарға. Но все равно очистка, если давление повышенное, лишний салмақ болса, желчогонный, мочегонный жұмыс жасау керек, детокс жасау керек, сосуд тазалау керек. Желательно магний, водород, авилайн в данный момент и еще хэппилайн, инсульт, инфаркттағыларға. Хэппилайн, да? Да, хэппилайн прям кештетіп ішуге де болады, неге, ұйықтардың алдынашы кештетіп, бір мезгіл. Перед сном прямо ұйықтардың алдында бір 2 таблетка ішіп жүруге болады. Ал авилайнды днем лучше, неге, антипаразит, немеге, инсульт, инфаркт алғандарға. Магний, водородты да тоже күндіз ішеді, азанда кешке. Сосын сразу ударный доза инсульт, инфаркт алғандарға болмайды. Потому что у них уже сосуд, несі нарушение бар, сосудистый несі, склероз бар. Атеросклероз у них сильный, сол үшін прямо тонусты көбейтуге болмайды, жылдам не жасауға болмайды. Магний, водород тонусты күшейтеді ғой, энергиясын. Сол үшін сразу көп беруге болмайды оларға. А сколько давать? По 1 капсулу 2 раза в день магний. По одной капсуле. Авилайн по 1 Раз в день, таблетка 3 раза в день. А хэппилайн прямо перед сном хотя бы 1 сағат бұрын по 2 таблетки хэппилайн.
Чтобы мозг этот жұмыс істеу Авилайн? үшін. Авилайнда по одной Сказали, таблетке 3 раза в день до еды. По одной таблетке 3 раза. Мгм. Мгм. Так. Авилайн тоже успокаивает эти нервные системами, хорошо работает. Сейчас она лежит в реанимации, по-моему, даже. Ну, после реанимации, дай бог, чтобы После шықса. реанимации давать, да? Да. А если возможность болса, реанимацияда прям шу мүмкіндігі болса, ішпесе через зонд можно кішкене лимонменен растворить етіп, нені, лимонды. Солай беруге болады, нені, магний водородты. Мгм. Хотя бы магний водородты. В данный момент необходима продукция магний водород оған. Мгм. Так, я теперь хотела спросить еще от расстройства кишечника, что вы сейчас в первую очередь надо пить? Магний водород моментально убирает, Магний водород. успокаивает етет, слабительная программа свар магний водородтың. Кислотность разжать етет сосудтағы. Кишечный микрофлораны хорошо восстанавливает. Именно магний водород. Просто магний водород От біздер сахарного нельзя диабета вы уже кімге. говорили, от сахарного диабета что сейчас надо пить? Человек в возрасте. Магний водород, авилайн, если возможность болса, диабилайн. Если возможность болмаса, магний водород пен, авилайн. Третий, как вы сказали, продукт? Диабилайн, продукция диабилайн хорошо помогает от диабетики. Диабилайн, да? Да, диабилайн. Диабилайн. Вообще-то, Я если, сегодня скинули если... вот этот, как бы сказать, про эту продукцию. Мгм. Диабилайн? Сама она вместе работали когда-то. И этот, он хорошо меня знает, я его тоже хорошо знаю. От сахарного диабета, значит, вот это магний водород и этот, да? Мгм. Авилайн и диабилайн. Ага, так. Ясно. Барлық железистый тканьге, молочная железа, мозг головной, вот это поджелудочная железаға самый паразиттер мына жұмсақ тінді жақсы көреді. Где вот железистый. Вот сол үшін авилайн обязательно ішуге. Обязалка. Бірінші очередь антипаразит всем Системной необходимо. красной волчанке что вы предлагаете? Вообще-то системный СКВ вчерашний, у меня прям пациент был, гуляем сарымсак, но у нее результат прям, машалла, я так таң қалдым, не может быть, депші. Всего лишь 3 месяца результат, 3 айда. СКВ нелечимый болезнь вообще-то. Но результат вообще супер. Да, магний водород, авилайн. Она только магний водород, авилайн, а потом уже вот последний месяц уже гиполайн она принимает. У нее хороший результат. Очистку не надо делать для очищения организма? Это и есть очистка. У нас магний водород каждый месяц, каждый прямо после еды очистка идут у нас с магний водородом. Что не нужно, все Магний водород убирают. и авилайн, да? Да. А сколько раз пить его в день? Вообще-то, если кожный процесс, кожная проблема, авилайн 2-3 флакона обязательно. А если просто для профилактики лечения, 1 флакон хватает на месяц. Можно 1 флакон можно. После авилайна можно гиполайн уже сразу начинать можно. Гиполайн. У кого искривление, например, искривление булатмуса, желчный проток, И это где-то месяца 3 надо пить, да? Да, если проблема, да, вообще-то авилайн желчегонный, мочегонный, слабительный, вообще продукция вообще уникальная, продукция, по всему система хорошо работает. На сердце тоже улучшает сердечную деятельность. Я тем более, жюритки. Там же имбирь есть, имбирь. Имбирь второе сердце же, программа сердечно-сосудистой недостаточно хорошо работает имбирь. У кого у кого Большое спасибо вам. Ага. У кого Большое перегиб, спасибо. желчная протока булатмуса, Несколько заболеваний, которые уже долгое время болеют. Я об этом хотела узнать, поэтому это самое. Записала прям как то, Да. что вы сказали. Результат есть, у всех есть результат. Просто по программе